Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі сәрсенбінің күні барлықтарыңызға сәттілік және табыс әкелсін деген тілекпен кезекті бейне жүздесуімді бастаймын. Өздеріңізге белгілі, мен себепсізден себепсіз бейне жазба түсіре бермеймін. Үлкен бір нақты себеп болған жағдайда ғана көздеріңізге көрінемін. Оны менің Айдат Рақыш YouTube каналымның тұрақты оқырмандары біледі. Енді бүгінгі шығуымның үлкен бір себебі әдебиеттегі қуанышты жағдай. Яғни қазақ әдебиетінің қоржынына қосылған белгілі қаламгер, айтулы әдебиет сыншысы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Әмірхан Меңдіке ағамыздың осы жақында ғана шыққан "Жалғыздық сені қайтейін" атты сыни мақалалар жинағы. "Жалғыздық сені қайтейін". Дәл осы атау кітаптың жүгін арқалап тұр. Дәл осы атпен көлемді мақала берілген. Енді мен өзім оқыған мақалам жайлы айтайын. Кітаптың ең соңында, кітапты кейде соңынан оқитын бір әдетім бар еді. Бүгінде сол әдетім бойынша "Әй Қабыл, Әбіл қайда" деген кітаптың ең соңында берілген мақаланы оқыдым. Ой салды деген жай бір сөз мақала жылауға жеткіздім. Неге? Ұлт тарихы, ұлт болашағы, ұлт бүтіндігіне, ұлт тұтастығына кесірін тигізіп тұрған кері құбылыстар, осының барлық тек қана әдебиет емес, мәдениет, тарихи, мәдени үрдістердің барлығын ақын осы мақаласында төкпелеп өткен. Одан осы қиындықтарды айтып қана қоймайды. Әмірхан ағамыздың бір кереметі сол қиындықтан шығудың жолын да көрсетеді. "Әй Қабыл, Әбіл қайда". Барлығымыз білетіндей, іштар қызған шақ Қабыл өзінің туған інісі Әбілді өлтіріп, оны өлтіргеніне көңілі жайланып отырған кезде көктен Алла тағала түспей ме? Сонда Алланың Қабылға қойған сұрағы: "Әй Қабыл, Әбіл қайда?" Одан кейін жаратушымыз Қабылға өз күнәсінің есебін беріп, одан арылуға міндеттейді. Ал арылу дегеніміз не? Ол адамның өзін өзі іштей оймен жеп, "Мен неге өйттім, мен дұрыс болмады" демей, өз күнәсін көпшілікке жариялап, көптің алдында арылу екен. Және ол қателіктің себеп салдарын таразылап, жіліктеп, ой елегінен өткізіп, кейін тура осындай қателікті өзгелер де қайталамас үшін көпшіліктің алдында күнәсінен арылуы. Есеп беру. Есепсіз ештеңе жоқ, сұраусыз ештеңе қалмайды дейді. Ал енді осы жерде Әмірхан ағамыз әдеби мәселе қойсады. 1937 жылы Құдайберген Жұбановты халық жауы ретінде ұстатып жібергендігі жөнінде өз қолымен жазған бір тырнақшаның ішінде қайраткеріміздің жазбасын келтіреді. Қайраткердің аты жөні аталмайды әрине. Ол өзін партияға қабылдау жөнінде өтініш береді де, өтініштің соңына өз қолымен былай деп жазған екен әлгі қайраткеріміз: "Егер мен болмағанда 1937 жылы Құдайберген Жұбановтың халық жауы екені әшкереленбес еді. Оның әшкереленуіне қосқан үзілесімді де партия қатарына алар кезде ескерерсіздер" деп өзінің қайраткерлігін аса жоғары бағалап, партия қатарынан тездеп өтудің қамын жасаған екен. Бір қазақты қырғынға ұшыратып жатты. Бірақ біз осы күнәдан арыла алдық па деп автор Әмірхан Меңдіке ағамыз ащы да болса шындықты айтып, түйдектете ой тастайды. Найзағай ой бұл. Адамның жан дүниесін күйдіріп өтетіндей отты ой, өткір ой. Ал келесі бір дәлелінде былай дейді: Әлкей Марғұланға бір жазушымыз жасырын жіберген бір тілдей хатында: "Әлкей, осы қыдан сақ бол", қысқартылған адам есімі, "қыдан сақ бол. Таңғы асқа бір кісіні, түскі асқа бір кісіні, кешкі асқа бір кісіні жұтып отыратын жалмауыздан бетер болып, бәрімізді шетімізден құртып келеді. Не болса да осы қыдан сақ бол" деп тілхат жазған екен. Жазушымыз Әлкей Марғұланға жазған хатында неге Сталиннен сақ бол,
Мәскеуден сақ бол демейді, ол қадан сақ бол дейді. Демек, жау өз ішімізден шыққан. Бірін-бірі көрсету, бірін-бірі жала жауып, айдатып жіберу, мансап жолында өзіне зиян тиеді-ау дегендерді, лауазым жолында көлденең тұрады-ау дегендерді тегіс жаншып өтіп, өзінің көңіліндегі бір биік деп ойлаған, бәлкім төбеде шығыр, бірақ өзі биік деп ойлаған әлде бір қырқаға шығуды көздегендердің төменшік әрекеттері осындай болған екен. 37-ші жыл репрессия кезеңі, зобалаң жылдар. Қазір 31 мамыр күні қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні дейміз. Кімдерді қалай еске алып жатырмыз? Осыншама көп сұрақты бір мақала төңірегінде ашып жазып, қазып жазып, зерттеп жазған Әмірхан ағамыздың шеберлігіне, ұлтшылдығына, қайраткерлігіне тәнті болмасқа амал жоқ. Енді автордың айтатын келесі ойы, осы екі жағдайдан кейін біз осы күнәмізден арыла алдық па? Жалпы халықтық арылу болды ма дейді. 37-ші жылы көрші, өзімізде Өзбекстанда, көршіміз Өзбекте, халық жауы деген жаламен атылған екі-ақ зиялы бар екен. Ал бізде ол цифр ұшан теңіз. Қазақтың маңдайына біткен небір марғасқаларды, көшбасшылар, жолбасшылар, халыққа нұр шашып тұрған зиялыларды тегіс жұтты емес пе ол репрессия деп автор ашына жазады. Енді шәкәрімді тау ішінде атып тастап, оны құдыққа лақтырып кеткен Қарасартов екенін айтуға әлі күнге дейін күмілжиміз дейді. Бұл автордың сөздері, мен автордың сөзін жеткізіп отырмын. Оны кейінгі ұрпаққа айтуға неге күмілжиміз? Оның ұрпағына, немере шөбелеріне моральдық нұқсан келеді деп ақиқатты ашық айтудан тартынамыз. Ал еврей халқынан бір мысал. Еврейдің бір миллионері, қару-жарақ заводының бастығы, өзінің жекеменшік заводы ғой, Гитлерге көп көлемде қару-жарақ сатады. Ал Гитлердің еврейлерге қырғидай тиіп, қынадай қырып салғаны тарихтан белгілі. Сол Гитлерге көп мөлшерде қару-жарақ сатқан еврейдің есімі қазіргі бүкіл еврей ұлтына мәлім екен. Олар ғибадатханаға барған кезде әр ғибадат еткен ғибадатының соңында сол еврейдің аты жөнін атап, Алласынан, өздерінің құдайларынан оның күнәсін кешіруді сұрайды екен. Және де оның күнәсін ешкім енді ешқашан қайталамауын өтініп жаратушыларына жалбарынады екен. Ал әлгі сұраққа келсек, сол сатқын деп танылған еврейдің ұрпағы бұны қалай қабылдады дейсіздер ғой? Олар өзге еврейлермен бірге ғибадатханаға барып, әкелерінің осы білместігі, осы күнәсі үшін ақшаға қызыққандықтан барып жасалған ұлтқа деген сатқындығы үшін Құдайынан кешірім сұрап, өздерінің ешқашанда әкелерінің қателігін жасамайтындықтарына ант сушеді екен. Міне, арылу деген осы. Күнәсінен сабақ алу, көптің алдында, халықтың алдында есеп беру деген осы деп ой түйеді автор. Ал енді Қазақстанға оралсақ, бізде 37-ші жылдың сталиндік репрессияның себебі мен салдары толық таразыланды ма? Одан келген моральдық шығын қандай? Қазақтың интеллектуалды дамуын әлденеше ғасырға артқа тастаған бұл зобалаңның негізгі салдары біздің ұлт ретіндегі кемістігімізден бе, әлде тек қана сталинизмнің, тиран Сталиннің сұмдығы ма деп автор көптеген сұрақтарды беріп, бірақ оған қазіргі қоғамнан жауап таппайды. Өйткені 37-ші жыл толық тарихи түрде бағасын алған жоқ, бізде арылу болған емес. Енді автордың тағы бір ойы, Әмірхан ағамыз, Өзбекстанда репрессия кезінде неге екі-ақ адам халық жауы деп атылады, а бізде қисапсыз қырылады? Бұны автор былай түсіндіреді. Меніңше, бұл өзбек халқының бізден аса ақылды еместігінен, олардың мұсылмандығынан,
олардың мұсылман дініне бізден гөрі бір табан жақындығынан, яғни өз қандасыңа, өз ұлтыңа, өз бауырыңа қастандық жасама, оған сатқындық жасама, күйе жақпа деген имани ойдан туған. Сондықтан оларда зиялыларды қынадай қыру болған жоқ. Екі адам деген ол болған жоқ дегенге келіп тұр ғой, деп автор бұл мәселенің де себебін ашып көрсетеді. Яғни сталиндік зобалаң кезінде қазақтың көзін шұқыды, қазақты ұстап бердім, қазақты айдатып жібердім. Және бұл ана-мынау қарапайым адамдардың арасында емес, зиялылардың арасында болғаны қазір неге айтылмайды? Осы күнәмізден біз неге арылмаймыз? Дәл осы күнәмізден біз неге сабақ алмаймыз деп автор ашына жазады. Енді ұлт ретінде қалыптасып, ұлт ретінде өмір сүруіміз үшін бізге өткенімізден, күнәмізден арылып, сол күнәдан сабақ алу және болашақ алдында есеп беру. Осы қазір бізге ұлт ретінде бір тұтасып, ұйысып, ары қарай дамып кетуіміз үшін жетпей тұрғаны осы арылу, иман жинау деген ойларды автор анық, нақты, айқын жеткізеді. Орыс халқынан да мысал келтіреді. Пушкиннің өлімінен кейін, Гоголь жазыпты, Пушкиннің өлімінен кейін жалпы халықтық арылу басталды депті. Гогольдің осы бір ғана сөзін мысалдай ете отырып, Әмірхан ағамыз жалпы халықтық арылу ұғымын түсіндіреді. Яғни, орыс халқы әрбір өкіліне дейін бүкіл тұтас халық болып, тұтас ұлт болып, Пушкин өлімінің себебін, салдарын және өздерінің ардақты ақындарынан айырылып қалғандағы руханияттың қандай зардап шеккенін, кім кінәлі, неге ол өзге бір ұлт өкілінің қолынан қаза тапты, Пушкинді неге аялай алмадық, Пушкин бізге не берді, біз оны қалай ардақтап отырмыз деген сауалдар мен жалпы халықтық арылу жүрген екен. Соның нәтижесінде олар өздерінің кем-кетіктерін түгендеп, өз рухани көштерін түзеп алды деп айтса да болады. Ал бізде 37 жылдан кейін Сталиннің жеке басына табылу тыйылды деп, Сталиннің жеке басына табыну жүргені, Сталиннің тиран екені тарихтан белгілі. Ал оны қазақ ұлты қалай қабылдады, қалай күресті, қаншалықты ұлт ретінде рухани түрде қарсы тұрды, ол жағы белгісіз күйде қалып отыр. Яғни біз өзіміздің тарихта жасалып кеткен ұлт ретіндегі кемшіл тұстарымыздан әлі арыла алмай отырмыз деп бебеу үн қатады әдебиет сыншысы Әмірхан Меңдіке ағамыз. Тіл туралы да толғақты ойлар айтады. Тілдің ұлттың өмір сүріп отырғандығының үлкен бір дәлелі оның ұлттық тілі. Ал ұлттық тілді сүю, оны қадірлеу, оның барлығы да иманнан басталады деп жазады ағамыз. Бұл жерде діни сауаттылығы өте терең ағамыз иман ұғымын осылай тілге деген құрмет, тарихқа, мәдениетке деген шынайылықпен сабақтастырады. Тіл туралы ойларында және бір дерек келтіреді. Жоғары басшылықта отырған бір қызметкер ағамыз өзіне қазақша берілген өтінішке бұрыштаманы соғыпты. Менің қабылдауыма шақырыңыз деп жазады. Онысы менің қабылдауыма шақырыңыз деп жазғаны ғой. Бұл оның жазғысы келіп жазып отырғандағысы емес, қазақша өтініштерге қазақша жауап берілсін деген заң шыққаннан кейін амалсыздан жасап отырған ісім. Енді осы істі мысал ете отырып, автор өзінің тілін бола тұра, қазақ тілі бар ғой, өзінің жерінде өмір сүргеніне қарамастан, өз туған елінде жүргеніне қарамастан, өз ұлты менсінбеу, әлгіндей қорлау, оны сатқындық, имансыздық деп бағалайды. Бұл әлгіндей тілбұзарларға қойған
Әмірхан ағамыздың диагнозы. Яғни жүрегінде иман болса, тіліне, еліне деген құрмет болса, жоғары басшылықта отырған ол ағамыз менен қабылдауыма шәкеріңіз деп бұрыштама соқпас еді-ау деп ой қортады. Әр ойының еврейлердің келтірген мысалынан кейін әй қабыл әбіл қайда деп оқырманын терең ойға жетелей береді. Орыс халқының Пушкиннің өлімінен кейін жалпы халықтық арылу жүргізгенін айтып келіп, әй қабыл әбіл қайда деп және тоқтайды. Ал тіл туралы біздің туған тілімізді осыншалықты қорлап, намыссыздық танытып отырған жоғары басшылыққа келгенде, автор мұндай сауал қоймайды. Бұл жердегі Әмірхан ағамыздың жазу үрдісіндегі шеберлігі және қаламгерлік психологиясының өте кереметті көзге түседі. Бұл жерде өзінің туған тілін таптап, қолынан келіп тұрса да оған сөйлемей ол тілде менсінбеушілік пен имансыздық танытып отырған басшыға әй қабыл әбіл қайда, арылу қашан жүреді, қашан өз күнәдан арылас деген сұрақты қоюдың өзі артық екенін білген автор бұл жерде ол сұрақты қоймайды. Сондықтан да дәл осы жалғыздық сені қайтейін деген әдеби сыни мақалалар жинаған оқуға шақырамын. Әмірхан ағамыздың қазақ әдебиетіне қосқан үлкен үлесі үшін ол кісіге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз, және де ұсақ түйек жаңалықтарға еліге бермей, осындай салмақты, өте салмақты, болашағымызға да қажет, руханиятымызды да жөндей алатындай жалғыздық сені қайтейін тектес өте мазмұнды кітаптар оқуға шақырамын. Иман жинайық. Иман деген сақалда дейді кеше бір желі қолданушысы. Иман деген сыртқы формада емес. Жамылып отырып, ол имансыздық танытуы мүмкін. Сақалын өсіріп алып, қылмыс жасауы мүмкін. Иман жүректе, иман көңілде. Иман сүттей үйіп біздің жүрегімізде тұрса екен. Ол иманнан сүйіспеншілік тарайды, ол иманнан мейірім тарайды, ол иманнан шапағат, кешірім, рақымшылық тарайды. Сонда барып біз өзімізді имандымыз, біз иманды халықпыз. Біз иманын етегіне түйіп жүрген арлы елміз деп айталатындай дәрежеге шығамыз. Бұл Әмірхан ағаның әй қабыл әбіл қайда деген мақаласына қосқан менің өз пікірім. Артық айтты деп ренжімеңіздер, кем айтты деп сөкпеңіздер. Бірақ арылу, ұлт ретінде арылу, жеке адам ретінде арылу бізге әбден керек ақ. Менің өз және бір қосарым, бізге соңғы кезде, соңғы 5 жылдықта қазақ мәдениеті үшін күйкі тірліктен арылу қажет ақ. Иә, күйкі тірліктен арылу. Бәлен әншінің Түгенбай деген келіндері тиктокта билеп желі жұлдызына айналды. Бұл бізге не береді? Сөйтіп жүріп үйінің ішін мебельдерін түсіріп тастаған ғой. Әгі, 3 әйелдің биін көрсетем деп. Люстрат түсіріп. Бәленбай әнші ішіп келдім. Бірақ артынан кешірім сұрады дейді. Оның ішіп келгені кінәсі, ал кешірім сұрау арылу ма? Жоқ. Ол кешірім сұраумен ол өзінің қателігін біліп отырған жоқ. Сондықтан осындай күйкі тірлік, күйкентай тірліктерді миымызға, жүрегімізге жинай бергенше, әрі кесек пайымды дүниелер оқиық. Көлемді дүниелер оқиық. Көлемді дүниеде ой болады. Әлгіндей Бәленбай Түгенбай шешіне бастады, біреу Черноморияға барып, осындай қысқа көйлекпен фотоға түсті деген, ол көлемді дүние емес, көлемі болмағандықтан оның ішінде айтары да жоқ, және иман жинауға себептестігі де жоқ. Достар, қазақ әдебиетінің қоржынына келіп түскен және өз басым тамсанып оқып жатқан, қайталап оқып жатқан мөлдір бұлаққа сусындауға әлсін-әлсін барамыз ғой. Сол сияқты әлсін-әлсін қайта орала беретін осы бір ғажайып әдебиеттің сын жанрына жазылған жалғыздық сені қайтейін жинағын
барлықтарыңызға оқуға шақырамын. Көп нәрсе аласыздар бұл кітаптан. Көп рухани азық аласыздар. Сондықтан достар, қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Қаламгер, Алаш сыйлығының иегері Әмірхан Меңдіке ағамыздың «Жалғыздық сені қайтейін» кітабы жеке кітапханаларыңыздан табылсын.